Так. Бұл ұрыл шайды тұрды ма? Жоқ, бір ай тұрды. Шайды бір екі кетті. Уже октябрь. Шон. Осы жыл көңілі бөлінбеді бұл мотоцикл. Істелмеді, руль істелмеді, фар істелмеді. Алда генераторына проблема болды. И сонымен бір айдай генераторын жөндей алмай қойдым. Бұл фарды қоссаң заряд болмай қалады. Аккумулятор новый салдым. Может, аккумулятор тоғы жеп тұр деп. Что-то болмады. Сонда да под напряжением. Под нагрузкой с фары қосылып тұрса 12-де 4 сала береді максимум. Ал фар сөніп тұрса примерно 13,5, 13-де 4 сала береді. Ақшам бетіне қарамай 95 қойып тұрған сол бойы. Бағана бір от алған, енді көреміз. Бар, нормально. Алдыңғы жолы новый салған, бірақ сонда да нету. Қорқынышты. Қатты басам, қайты өйдетті. Өйде дауыс өйдеттер өтті. Минный поля өйді. Скоростьта лапты жеп. Екі скоростьта да бітірдім. Вепердің коробкасы салды. Сонда екі скоростьта болмай тұралды. Газды қатты өзді, лапты жеп. И то редко. Скорость 60 примерно. Примерно. Спидометр мы приготовили, либо паста, или это
сонда редукторға девятка салған. Содан бастап что-то нету. Тартпай қалды. Пардан. Бұл не екенін білесіңдер ме? Бұл заряд. Фара çıkıp қойды аккумулятор. Burnout.
Что-то артыбыз болып тұр, по-моему. А, нет, нормально. Или железо. Бұлттар орында. Май кетіп отыр. Поддоннан. Головканың екі ортасында май кетіп отыр. Ладно, бұл май кетіп жүрген іште кетпейді. Май болса болды ішінде кішкене. Негізі мотор май жемейді бұның. Ну, как минимум жемейді осы жылға дейін. Но коробкадан ағат всегда. Бұның саниктарын барлығын айырбастағым 2 рет. 1 рет комплектный сағам, сатылатын обычно. 2 рет подбирать еткен, бәрі толқы жоқ. Детальдардың отливкасы дұрыс емес, потому что қаншама нетсен де бәрібір. Соусын жоқ ешқандай детальда. И өзі орындары дұрыс емес, поэтому май ағат бәрібір. Генераторды қайтсам екен енді. Генератор тоқ бермегендіктен өшіп қалып жүр. Палуан.